өздерімен құрдас. Қастарын дейді күйеулерінен басқаға көтермейді дейді. Күйеулерінен басқаларға қарамайды. Қараңыз, не деген тазалықта. Ана көз ашылған кезде бота көз деген мысалы көрмеген адам андай нәрсе. Бұны Алла тағала уәде етті. Хор қыздары. Ол жердің бетіндегі мұсылман әйелдерден жоғары тұратын нәрсе емес ол. Ол бонус. Қазіргі тілмен айтқанда. Бұл сыйлық Алла тағала болды. Ал жердің бетіндегі мұсылман, мұъмин болған әйелдер, Раббысына бойсынып берген әйел кісілер, шариғатымен жүрген. Ол сол жәннатқа кіретін тақуаның ханымы ғой. Патшайымы ол. Дін жалпы жеңіл. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дін жеңіл дейді. Мысалы әйел кісілерге мынандай бір әдемі хадисті сыйлайды Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Егер де әйел заты 5 уақыт намазын тұрақты атқарса, Рамазан айы келген кезде Рамазан айының оразасын ұстап берсе, ұятты жерін сақтаса, күйеуіне бойұсынса, төрт амалдатады, қиямет күні айтылады дейді оған. Жаңағы әйел затына оған айтылады дейді. Жәннатқа кіре ғой деп. Бұл бір жағы, ар жағын қарас. Жәннаттың қай есігінен кіргің келсе кіре ғой деп айтады екен.